Саламатсыздар ма? Бүгін біз картошкадан тез дайындалатын тіске бастар дайындаймыз, көреміз. Ол үшін бізге осындай бір орташа пияз керек. Оны біз ұсақтап тураймыз. Фаршқа сондайға тураған сияқты. Және осындай 3 үлкен картошка керек. Оны біз осындай бүкіштен өткіземіз. Үш картошкамызды да үкіштен өткізіп алдық. Үш картошкадан 4-5 адамға әдемі жетеді. Сондықтан егер одан көп жасайтын болсаңыздар, картошканы көп қосасыздар. Енді осы картошкамызды жаңағы туралған жуамызға қосамыз. Енді осы картошкамызға қара бұрыш және тұз қосып жақсылап араластырамыз. Және қазір пісіргенде жақсы бірігу үшін бір жұмыртқа. Ол ішінен 2 жолтық шықты. Және 3 ас қасық ұн қосамыз. Және осындай 2 суда піскен жұмыртқа керек. Бұл жұмыртқаны біз осындай ұсақ үкіштен өткіземіз. Мен алдын ала пісіріп алдым жұмыртқамызды. Комментарийларда сұрап жатады осылай, неше жұмыртқа қостыңыз, неше не қостыңыз деп. Оның бәрі грамм бойынша, бәрі осы видеоның астында, описаниясында тұрады. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді бізге осындай 2 зубчик чеснок керек. Оны біз ұсақтап тураймыз. Ұсақтап турап, осы жаңағы сырымыз бен жұмыртқамызға қосамыз осыны. 3 ас қасық майонез керек. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді аздап бұғанда тұз және қара бұрыш қоссаңыздар болады. Өздеріңіз жақсы көретін приправалар болса, қосып жіберсеңіздер болады. Осылай араластырып аламыз. Енді қызған сковородкамызға осы мана дайындап алған картошкамызды
Salamыз. Бұлай өте қалың болмай, жұқалау қылып, котлет сияқты қылып қуырамыз екі жағынан да. Так, картошкамыз бір жағынан бір 5 минуттай қуырылды. Енді алдырайық. Бісміллә. О. Енді дәл осылай екінші жағынан да 5 минут қуырамыз. Так, картошкамыз 5 минут екінші жағынан да пісті. Енді мұны дайындап алған сиырымыз бен жұмыртқамызды осы картошканың бетіне осылайынан жағамыз. Жақсылап. Крышкасын жауып, тағы бір 5 минутқа бұқтырамыз. Картошкамыз 5 минуттай пісті. Енді ақырындап алып түсіріп аламыз. Ал, бисмиллах деп асымыздың дәмін көрейік. Дәмі өте керемет. Особенно на бетіндегі сыр мен жұмыртқа. Вообще. Асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып лайк басып, комментарий жазамыз. Қаңтар айының соңына дейін 10 000 подписчик жинауды мақсат еттім. Сол үшін каналымды қолдап, көмектесулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.